2019 жылы қандай канал ашу керек, қандай форматтағы канал ашу керек, және де қандай тақырыптағы каналдар ашу керек. Бұл жерде сізге каналды қалай ашу керектігін емес, қандай канал ашу керектігі жайлы айтылатын болады. Бізбен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Егер ұнаса, лайк басып, өзіңіздің ойыңызбен бөлісіңіздер. Мен сіздерден осыны күтемін. Ал ендеше кеттік. Сәлем достар, менің есімім Жалғас, және де бұл инженер-маркетолог каналы. Бүгін мен сіздерге қандай канал ашу керектігі жөнінде айтамын. Яғни менен көбі жеке номеріме шығып, яғни WhatsApp-қа шығып, көбі сұрап жатады, қандай канал ашсам болады екен. Яғни қандай тақырыптағы каналдар қазір қызығырақ. Қандай канал ашып, көп просмотр жинап, сол арқылы көп ақша таба аламын деген жалпы сұрақ қойылып жатады. Мен соған осы видеомен жауап берейін деп шештім. Ендеше, егер сіз өзіңіз қандай канал ашқыңыз келеді, немесе өзіңіздің қандай бойыңызда қабілетіңіз бар, немесе неге қызығушылығыңыз бар, қызығушылық барлығын анықтайды. Яғни сіз өзіңіздің қызығушылығыңыз арқылы сол жасаған каналыңыздан, сол түсірген видеоңыздан, немесе монтаждаған видеоңыздан сіз өзіңізге ләззат алуыңыз керексіз. Неге? Өйткені сіз ең басында жарты жылдай дым ақша таппайсыз, тек шығынға ұшырай бересіз. Не үшін шығыннан шығынға? Өйткені сіз жаңағы өзіңіздің каналыңыздағы контентті жұртқа ұсыну үшін, халыққа жеткізу үшін барынша жұмыс жасайсыз. Яғни бұл жерде сізде творчестволық жаңағыдай кедергілер болуы мүмкін. Сондықтан да сіз өзіңізге ұнайтын, өзіңіз жақсы көретін, өзіңіз нақты білетін кәсіппен айналысқан дұрыс. Мысалға, сіз футбол жақсы көресіз, немесе ММА жақсы көресіз. Яғни соған сәйкес канал ашып, жаңағыдай шығып жатқан жаңалықтарды өзіңіздің каналыңызда қазақша тілде, немесе орысша тілде бөліссеңіз, адамдарға ұсынсаңыз, өзіңіздің жеке харизмаңызды қоссаңыз сол видеода, және де сол арқылы көрерменді жинасаңыз, сізді жарты жылдан кейін жетістік күтіп тұр десек те болады. Яғни сіз бұл кезде жарты жылдың ішінде аптасына 2 видео шығарып тұруыңыз керек. Яғни 2 видео арқылы кем дегенде сіз аптасына шығарып тұрсаңыз, жарты жылда сіз 6 айды 8-ге көбейтейік, және де 48-50 видеодай түсіріп тастасаңыз, онда сіз жетістікке жетуіңіз әбден мүмкін. Яғни сіздің өзіңіздің белгілі бір көрермендеріңіз пайда болады. Тек сол 50 видео бір-біріне ұқсамауы керек. Яғни сіз әр видео сайын сіз өзіңізді жетілдіруіңіз керек. Сол арқылы сіз өзіңіздің каналыңызды белгілі бір дәрежеге жеткізесіз. Және де көп қыздар сұрап жатады, қандай канал ашсам болады. Мысалға, бір қыздар бар, яғни басқа бір каналдардан видеоларды алып, өзінің каналына салып жатады. Яғни ол арқылы, мысалға, қазіргі ахуалды болып жатқан, мысалға, қалаулымның несі бар, видеолары бар, немесе тағы да басқа үндінің сериалдары бар. Соларды алып, өздерінің каналына салып, өздерінің белгілі бір подписчиктерін жинап, монетизацияны қосып, сол арқылы ақша тауып жатқан каналдар бар. Яғни ол өте мүмкін, әбден мүмкін жағдай. Яғни ол арқылы сіз ақша таба аласыз тек монетизация арқылы. Кейіннен тек монтажға, белгілі бір компаниялардың рекламаларын салу арқылы сіз қосымша қаражат таба аласыз. Алайда бұл жерде сіз біреудің каналынан, біреудің контентін, яғни авторлық құқығы сақталған видеоны алып, өзіңіздің каналыңызға салсаңыз, онда сізді жаңағыдай 100% қауіпсіздік күтіп тұрған жоқ. Яғни сіздің каналыңыздағы видеоға жаңағыдай жалобы жібере алады. Яғни сіз біреудің жеке құқығын бұздыңыз, немесе сіз біреудің рұқсатынсыз видеосын алып салдыңыз. Сондай кезде сізге жаңағыдай страйк жібереді. Страйк бұл сіздің каналыңызға видео салғызбай тастауы мүмкін. 3 ай көлемінде, немесе 1 ай көлемінде. Егер осы 1 ай көлемінде сіздің каналға страйк түссе, яғни тікелей эфир жүргізе алмайсыз, тағы да басқа шектеулер қойып тастайды. Бірақ сіз сол айдың ішінде тағы да сондай қателік жұмсасаңыз, тағы да сондай страйк келетін болса, онда сіздің каналыңыз на грани тұрады. Яғни
өлім қаупінің алдында тұр деген сөз, яғни сіздің каналыңыз жабылып қалуы әбден мүмкін. Осыны ескергеніңіз жөн. Яғни сіз канал ашу үшін сіз өзіңіздің жеке контентіңіз болу керек. Сіз бір нәрсені ойлап табу керексіз. Сол арқылы сіз соны видеоға түсіру арқылы немесе монтаж арқылы сіз халыққа ұсынуыңыз керек. Сөйтіп танымалдылық жинап алған соң, каналдарыңызды жақсылап танытып алған соң, сіз сол аудиторияға байланысты, яғни сіздің тақырыбыңызға байланысты нақты бір аудитория анықталынып алынады. Яғни соған байланысты қандай аудитория? Сізде мысалға 18 бен 30 жас аралығындағы қыздар қарайтын болсын. Яғни 18 бен 30 жас аралығындағы қыздар сіздің каналыңызды қарайды. Оны статистика, аналитикадан қарай алсаңыз болады. Сосын сіз жаңа жарнама берушілерге айтасыз, менің аудиториям 18 бен 30 жас аралығындағы қыздар, олардың қалталары бар, яғни өздеріне күтінеді, жұмыс істейтін қыздар деген сияқты бір белгілі нақты аудиторияның бір көрерменнің портретін жасап айтасыз. Және де сіз соған сәйкес тауарларды жарнамалайсыз. Мысалға, бояну далаптары деген сияқты әртүрлі киімдер бар, бутик магазиндер бар. Сол сияқты компаниялардың жарнамасын өзіңіздің каналыңызға шығару арқылы жақсы қаражат қоя аласыз. Яғни сіздің жасаған жарнамаңыз үшін белгілі бір қаражатты айтасыз. Яғни оның барлығын нарықпен санасу керек. Жарнаманың ақысы қандай болады деген сұраққа мен алдағы видеода тағы да нақтылап түсіріп кетемін. Нақты бір көрсеткіштермен нарық қалай жүріп жатыр, соған сәйкес сіздің де блогер ретінде, YouTube блогер ретінде YouTube'да жарнаманы қанша бағада алу керектігі жөнінде алдағы видеода түсіріп кетемін. Ендеше бүгінгі видеоның тақырыбына нүкте қояйық. Қорытындысы, егер сіз канал ашқыңыз келсе, сіз өзіңіздің жаныңыз қалайтын, өзіңіздің сүйіп жасайтын бір нәрсеңіз болу керек. Яғни соған сәйкес YouTube канал ашуыңыз керек. Сол арқылы сіз қаражат табасыз. Бұл әрине өте оңай жұмыс емес, көп уақытты талап етеді, көп еңбекті талап етеді. Сонда да сіз мойымаңыз, жігеріңіз мықты болсын, берік болыңыз, сізге тек сенеміз. Қазақтың контентін, қазақша контентті бірге көтерейік, бірге дамайық. Ендеше, егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, каналға тіркеліп қойыңыздар, және де ең бірінші шыққан видеоны көру үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Оны мен айтпасам да сіздер білесіздер. Келесі кездескенше.